Сыбайлас жемқорлық деген қалай түсінесіз? Сыбайлас жемқорлық дегенде халықты тонау бірінші ой. Екінші жаңағы бүлдіру енді қазіргі заңға қайшы әрекеттер деп түсінемін. Сыбайлас жемқорлық қазіргі біздің Қазақстанымыздың өсіп дамуына өзінің кедергісін келтіріп жатқан өте бір үлкен қазіргі өз зиянын тигізіп жатқан бір кері құбылыс. Ал осы біздің облыста қандай салалар көп осы сыбайлас жемқорлыққа шалдыққан деп есептейсіз? Мысал ретінде бір айтып өтсеңіз. Енді мемлекеттік органдар шығар енді. Құқық қорғау органдары мен білім беру ұйымдарын атайды ғой. Енді сыбайлас жемқорлықта қазір барлық жерде бар. Ол біздің қоғамның алып бара жатқан дерті деп айтуға болады. Енді ол жемқорлыққа қазір барлығы қатысы бар. Білім саласында да, медицинада да, ішкі істер органда да, керек десеңіз акиматта да бар жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары туралы естідіңіз ба? Қазіргі таңда шүкір біздің бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер осы мақсатта жақсы жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда жастарымыз да, көз ашық адамдардың көбісі ол шаралар жайлы танысып біледі. Бұрынғыдай емес, қазіргі Жоқ, сыбайлас жемқорлық туралы заң бар екенін білем. Атак оған қарсы қандай іс-шаралар жүргізіліп жатқан хабарым жоқ екен. Семинарлардан, әлеуметтік желілерден көріп жатырмық, неше түрлі видеолар бар. Егер бір сыбайлас жемқорлық көріністері болмаса бар, заңсыздық әрекеттер, заң бұзушылық сондай болып жатса, қандай іс-әрекет қолданасыз? Егер қызмет көрсету барысында болсын, басқа да іс-әрекеттер барысында құқық бұзушылықтар, заң бұзушылықтар орын алатын болса, онда ұялы телефонға видеокамера арқылы түсіріп, соны әлеуметтік желіге жариялау арқылы алдын алуға болатын шығар. мен бірден өзімнің шағымымды түсіретін едім. Егер кездескен жағдайда қандай шара қолданатынын да мен қарапайым халық ретінде біле бермеймін. Сұрап жатқан жағдай болса, өзі тиісті органдарға хабарласам. Белгілі бір мекемелерде болсын, басқа жерлерде болсын, оларды неге видеоға түсіріп, белгілі бір ұйымдарға беру, болмаса желіге шығарып жіберуге болады.